Білесіз ба, күйеуіңіздің ризалығы күйеуінің анасы мен атасының ризалығының аяғының астында болады. Яғни қыздың, келіннің жәннатының кілті күйеуінде тұр. Ал күйеудің жәннаттың кілті әйелінде емес, кешіріңіздер, кейбіреулер сияқты, ата-анасында тұр. Түсінесіз ба? Сіз ата-анаңыздан ризалығын алғыңыз келе ма? Ана келіншегіңізді тұрғызып айтыңыз, мен риза болсын десең, ана апама қолына жылы су құйып шайын қойып бер, қарны ашты ма деп сұра, киімі көк па, қай жерін тігіп берейін, қай жерін жуып берейін деп сұра, ризашылығын ал дейді. Ризашылығын аса тек қана баласына емес, кімге ризашылық береді? Анау келінге де ризашылық береді. Білесіздер, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан кейін хадистер өте көп. Анасының риза қылған, айтылған хадистердің де мынау деген хикаяларда халыққа айтылып та жатыр. Бауырлар, ата-ананың ризалығы, оның қызметі деген нәрсе бар. Кейбір бауырларымыз бар. Намаз, ораза, зекет дейді, ол жақсы ғибадат деген бауырлар. Бірақ мына дүниенің тіршілігі де бар ғой. Мына дүниенің де тіршілігі бар ғой. Үйде әкеңіз тайып құламасын деп қар күремесеңіз, суын анаңыз тасып бермесеңіз суын, кішкентай отырып қиналып отқанда, ауырғанда дәрі дермегін беріп, қол аяғын уқалап бермесеңіз, сіздің не бала болғаныңыз, не қызмет алып, не ризашылығын бергеніңіз. Білесіз ба, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдына бір жігіт келіп жылайды. Я Расулалла, мына әкем менің тапқан малымды мен жоқта бір жаққа беріп жіберіпті, айтыңызшы, не болады десе, сен де, сенің малың да әкеңдікі депті. Малың түгіл, сен де әкеңдіксің, керек, сен де сатып берсе, ешкім сұрамайды дегендей қылған. Түсінесіз ба? Біздің ислам шариғатында әке менен ана өзінің баласын өлтіріп қойса, оларға ауыр жаза қолданылмайды. Себебі ата менен ана шын мәнінде, егер сау, ақылы, есі дұрыс болса, баласына зұлымдық қылмайды ешқашан. Зұлымдық қылып өлтіріп қойғанның өзінде құн төлейді, ары кетсе, бірақ өлтірілмейді. Ал әкеге бала зорлық қылса, бала аяусыз жазаланады және ауыр жазаланады. Түсінесіз ба? Өйткені бала өзінің әкесі мен анасына қаттылық қылуға мүмкін емес деп есептелінеді. Қаттылық қылынса, өзінің жақынына сондай мейірімсіз болған адам басқаға мейірімсіз болады деп, ол адам мұсылмандық үкімнің өзінде сәл-ақ атқалады. Омарды білесіздер. Бір кісіге, бір жерге үкім жазып беріп отырады Омар. Пәлен жерге сен осындай жаңағыдегі әкім болып баратсың деп қолына хат беріп, мөр басып хатты беріп отқанда Омардың балалары кеп қалады. Балаларын кеп құшақтап беттерінен сүйіп отса, ана кісі таң қалады. Енді біздің қазақша айтқанда, омеке, мынауыңыз не? Не болды десе, балаларды сүйіп отырсыз ғой дейді. Мен балаларды сүймеймін дейді. Мықты екен да, өзі еркек екен. Сонда ана қолындағы қағазды бере тұршы дейді. Алады да жыртып тастайды. Өзінің балаларын бетін сүймейтін адамға мен Алланың пенделерін қалай тапсырам, кетар деген екен. Яғни өзінің ата-анасына, табанына төсеніш болып төселмейтін намазхан адам қандай адам? Өзінің әкесі менен анасының аяғына төсеніш болып кету керек қой, бауырлар. Сонда ғана жұрттар сіздің шын намазыңызды көреді. Жұрттар айтады, әні намазхан адам қандай болады дейді. Себебі пайғамбарымыздың қалған сабағын, сол кісіден сабақ алған адамдарда сондай өнеге бар. Саад ибн Аби Уаққас деген кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп айтады, я Расулалла, менде бір өтініш бар, айтыңыз, жеке айтыңыз, маған дұға етіңізші. Қандай дұға? Алла тағала анамды хидаят етсін дейді. Сөйтіп пайғамбарға барып арнайы анасына дұға сұрап алады сыртынан. Сөйтіп сонда да пайғамбардың мысал дұғасы енді қабыл болды, бірақ соған дейінгі уақыттарда да, дұға сұрамайтын уақыттарда да
ол кісі анасына сен намаз оқымайсың, сен мушриксің деп кемсіткен емес. Қызметін қылып жүгіріп жүрген жанында. Тек жүрегіне бататыны ол кісіні Құдайды танымайтыны еді. Хидаятта еместігі жүрегіне қысылатын. Соған қиналып дұға сұрады. Пайғамбарымыз дұға еткеннен кейін Аллах қабыл етті оны. Бір күні үйіне барсам дейді, сағат айтады. Есікке кіре бергенде анам айтты дейді, ашпа есікті, қоя тұр. Сөйтсем ішінде жуынып жатыр екен. Жаңа нелерді өзі жуынып, жаңа үйді тазалап, сөйтіп әдемі киінді да шықты дейді. Шықты да мені пайғамбарға алып баршы деп айтты дейді. Ойласаңыз, өмірдегі ең бақытты күнім сол күн болды дейді. Анамды пайғамбарға апарып алдына отырғыздым. Анам кәлима айтып мұсылман болды. Содан бер қарай есікке кірмей тұрып, ассаламу алейки, Алланың сәлемі болсын сізге, жердегі пайғамбардан кейінгі қызмет етуге лайықты болған, Алла тағала маған сізге қызметке бұйырып қойған, қиналған уақытымда демеуші болған, менің жүрегімнің ең төрінен орын алған қымбатты жан, ана, сәлем сізге деп сәлем береді екен. Сонда ар жағынан тұрып анасы бауыр еті болған, өмірдегі бақытымның нұры болған, Алланың берген рызқының ішіндегі ең тәттісінің бірі болған балапан, кел деп есікті ашып кіргізеді дейді. Екеуінің амандасуының өзі соншалықты уақыт алды дейді. Қандай махаббат десеңізші. Неге ол? Әшейін ғана жақсы әсем сөзбенен болды деп қойып ары қарай кете бергеннен емес, сол анасының бүкіл қызметін орындағаннан сондай махаббатқа еге болғандығы. Әкесінің қызметін орындағандығынан сондай махаббатқа еге болғандығы, бауырлар. Егер сіз ағаңыздың қызметін, анаңыздың қызметін, әкеңізбенен інілеріңіздің сондай жақсылықтағы қызметін орындасаңыз ғана, сіздің шынымен-ақ намазхан, шынымен-ақ соларға рахымдыл екендігіңізді дәлелдеген боласыз. Сонда ғана сіз исламды амалмен көрсеткен адамдардан боласыз, бауырлар. Намаз оқисыз, ораза тұтасыз, ұялмайсыз ба? Сол оразаңызды, сол намазыңызды міндет қылып түске дейін ұйықтағаныңыз не? Пайғамбарымыздың сахабалары айтады, біз Құран жаттаған адамды түрінен көретінбіз дейді. Қалай десе, түрі сары, көзі қызыл болатын дейді. Неге? Түрі сары дегені ұйықтамайды, көзі қызыл дегені де ұйықтамайды, жылайды түніменен. Түнімен Құран оқып шығады екен, сол үшін оны Құран жаттаған адам деп білеміз дейді екен. Амалынан білген. Түсінесіздер ма? Яғни сіз егер шынымен Аллаға берілген түнде нәпіл оқитын, таңда тұрып, таң намазын оқып Аллаға иілетін адам болсаңыз, онда күн шыққанға дейін ұйықтамағаныңыз сүннет болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан келген хадисті Ахмад ибн Ханбал өзінің мұснатында риуаят етіп айтады. Алла тағала күн шыға бере ризық несібесін бөліп береді адамға деп. Яғни күн шыққанға дейін ұйықтамаған сәләфтарымыздың амалынан болады. Сонан кейін де ата-ананың қызметінен рұқсат алсаңыз, кішкентай демалыңыз. Онда да бет алды бетіңіз, үлкен табақтай болғанда ұйықтай беру емес. Кішкентай ғана нәпсіңізді қысып ұйықтаңыз. Себебі сіз намазды өзіңіз үшін оқып жатсыз, нәпсіңізді қысу үшін оқып жатсыз. Жоғарыдағы айтқандай ораза тұттым деп күнімен ұйықтап, түніменен тамақ жеген дегендей, намаз оқыдым деп күнімен ұйықтап, түнімен намаз оқығаннан не пайда ол? Ол қандай өмір болды? Намаз оқу деген пайғамбарымыздың сүннеті бойынша қандай түнгі намаз? Пайғамбарымыз құптан оқып ұйықтайтын. Қандай нәрсе болатын айтайын? Пайғамбарымыз құптанға дейін ұйықтауды макрух санайтын. Құптаннан кейінгі ұйықтамауды макрух санайтын. Содан құптанда ұйықтап пайғамбарымыз түнде тұрып намаз оқитын. Одан кейін қайтадан кішкентай ұйықтап, сонан соң таң намазына тұратын. Міне сүннет осылай болады. Сол пайғамбарымыз нан да илейтін, білесіз ба? Нан илеп семьясына тамақ істейтін.
немерелерін жұбатып, қыздарының немерелерін, балаларын алып жұбатып, ата болатын үстіне сегізіп қойып, мойнына мінгізіп қойып, базарға барып ет-бет анау-мынау сатып алып келетін қызметші де болатын. Білесіз ба, ол пайғамбардың кішіпейілдігін бір жерін жұлып алған жоқ, қайта ол кісіні көтерді. Сондықтан ата-анаға да қызмет, ол міндет болады. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.